табиғатын таныта отырып, болашақта өмірден өз орнын таба алатын, көзқарасы түзу, ойы озық, өзіне сенімді, нағыз ұлтжанды, парасатты ұрпақ тәрбиелеу үшін педагогиканың озық үлгілерін жаңашылдықпен пайдаланып, тәжірибені байыта түсу бүгінгі білім беру ісінің басты мәселесі болып отыр. Функционалдық оқу сауаттылығын дамытуда мәтінмен жұмыстың маңызы зор. Мәтін мазмұнын жан-жақты ашуда белсенді әдістер арқылы топтық, жұптық, жеке жұмыс түрлері ұйымдастырылады. Мәтіннің түрлері: әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні, пайымдау мәтіні. Әңгімелеу мәтіні тек мұғалімнің өзі ғана емес, түгел сынып оқушылары қатысып, топта талқыланады. Қандай да бір оқиғаны баяндап, не істеді сұрағына жауап береді. Ал сипаттау мәтіні бір нәрсенің бейнесін, затты немесе табиғат көріністерін сипаттау арқылы қандай, қалай деген сұрақтарына жауап береді. Ал пайымдау мәтіні белгілі бір пікірді түсіндіреді, дәлелдейді және не үшін, неліктен сұрағына жауап береді. Оқушылардың тыңдау және айтылым дағдыларын дамыту мақсатында мәтінді өз қиялымен өзгертіп аяқтау тапсырмасын бергенде балалар қызығып әңгімелеу, сипаттау, пайымдау мәтіндерін құрап шықты. Тапсырма үлгілері арқылы мәтін түрлерін анықтау, ақпаратты табу үшін оқу, қызығып оқу және өз көзқарасын айту үшін оқу, мәтінге ауызша және жазбаша шолу жасау тапсырмаларын пайдаланды. А3 форматта мәтін түрлері берілген 3 қалташа бар. Оқушылардың әрқайсысына мәтіні бар кеспе қағаздар таратылады. Балалар сол мәтіндерді оқи отырып, мәтін түрін анықтап, сәйкестендіріп, тиісті қалташаға орналастырады. Бастауыш сыныптарда мәтінмен жұмыс жасау арқылы мынандай нәтижелерге қол жеткізді. Біріншіден, мәтін оқушыға білім береді. Екіншіден, мәтін оқуға үйрету құралы болып табылады. Үшіншіден, мәтін оқушының ойын дамытады. Төртіншіден, мәтін тәрбиелік міндеттерді шешеді. Және де бесіншіден, мәтін арқылы оқушылардың тіл байлықтары дамиды.